Jannatul Firdausi ұсынады. Жағдайлар төмен отбасыларға Jannatul Firdausi қорының атынан, Қазақстан дін басқармасының атынан сол халықтарға тарқатып береміз. Иншалла, осыған атсалысқан барлық азаматтар Алла Тағала екі дүние мерейін биік қылсын. Кім Алланың разылығы үшін тірлік қылса, одан Алла да разы болады, халық та разы болады дейді. Иншалла, біз барлық қылған ісімізді Алла разылығы үшін қылайық иншалла. Алла Тағала халқымызға екі дүниенің жақсылығын береді. Егеменді еліміздің еңсесін биік қыл, иман мен ынтымақпен биік қыл. Раббым, қанша божақтарымыз құрбан кетті. Оларды өз рахметіңе ал. Пенделікпен қылған бауырларымызды өзің хидаят бер. Жігіттеріміз мына түйені Алла жолында құрбандық қылып жатыр. Бұл құрбандықтарымызды Раббим өзің қабыл қыл. Алла ризалығы үшін жасалған игі амал Нұр-Сұлтан, Шымкент, Тараз қалалары мен Түркістан облыстарын қамтыды. Қор қызметкерлері садақа еттерін көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен 100 отбасы мен балалар үйіне үлестірді. Дұшпанға қан, досыма май татырғам, бірлігімнің сәті жоқ шайғатылған. Сізге беріп қойма, самалды берді ма? Дәрхананың жолымен келіп қойын. Әлихан Ахметпін мен, қазақпын қайта туған. Күн туса жанымды саған беремін, нан қымбат емес намыстан. Мен өзім өліп аман боледім, Қазақстан. Туған жер өзіңсіз кім болар едім, анамсың сүйіп табысқан. Отаным әлемде бір ғана менің, Қазақстан. Қабыл болсын құрбандар. Мына осындай періштедей балалардың, мына көңілі жарым балалардың дұға тілектеріңізді қабыл қылсын. Осының әрдайым осындай неге жақсы адамдар қасымызда жүргенде барлықтарыңда осындай жақсы өмірге жете беріңдер. Sizleri otlar eder, su eder, dalej olasın, til közünü saklasın, ya Rabbim. Günahlarımız özünü geçirgesin, ya Rabbim. Dostlarınız көп olsun, düşmanlarınız көп olsun. Sizlerden korkağışlarınızda, қолдаушыларыңызда Allah olsun. Men özüm ölüp aman боледім, Қазақстан. Туған жер өзіңсіз кім болар едім, анамсың сүйіп табысқан. Отаным әлемде бір ғана менің, Қазақстан. Елдегі соңғы жағдайларға байланысты полиция қызметкерлері мен әскерилер күндіз-түні күзетте, қаланың бұрыш-бұрышында блок-бекеттер қойылған. Шүкір, Шымкентте жағдай тұрақты, шаһар маңында 7 блок-бекет қойылған. Біз қаламыздың аса маңызды нысандарын бақылауына алған сарбаздарға келдік. Дәл қазір Jannatul Firdausi қайырымдылық қоры атынан 120 әскерге ыстық тамақ таратамыз.